Йом. Қай бақтырыңа сәлем достар, сіздермен Расылай нас қалдысыңдар достар, чотам істеп жаттыңдар кеше 100 подписчикке көп рахмет. Общем, бүгін жұма екен, осы жұмаға орай мен мешітке келген болатынмын. Давайте жұмаға орай ана тіркеп лайк басып отырыңдар, енді жұмаларың қабыл болсын. Опа. Мешітке келген болатынмын. Майнкрафттың өзінде мешітке бара салайын дегем. Міне енді жұмаға Расыл деген жұмаға келді деңдер енді достар. Мықты кәдімгі мешіт міне. Мешіт деген жаман әдемі достар, қарасыңдар. Жаман әдемі қылып салған мешіттің негізі. Давайте ана тіркеп лайк басып отырыңдар. Кеше 100 подписчикке рахмет. В общем, 100 подписчик кетті маған кеше. Өзім шок болып қалдым. Бір күнде 100 подписчик қалай келді деп қалдым. Так. Кәдімгі бұлда мешіт. Достар, айтпақшы шынымен жұмаларың қабыл болсын. Нақты есіп тұрған. Артқа арнайы есік екен. Нені? Так, бұл не? Бұғандай ғой, микрофон ғой. Бәсе, енді түсіндім. Мам, ештеңе жаман әдемі ғой. Айтпақшы комментарий жазып кетіңдер, кім жұма намазға барды, соған орай жазып кетіңдер енді. Мына шығатын жері бар ма? Мешіт деген жаман әдемі ғой. Не мадықта? Мынаны сындырамыз ба енді? Опа, енді даже бар, базар жоқ. Шығамай дегім. Үшін достар, давайте сол бүгінгі видеоны осы мешіт арқылы аяқта салайын, мешіт арқылы видео салайын дегем жұмаға орай. Ал есе жұмаға барғандарға қабыл болсын, енді тілеген тілектерің, оқыған нелер, намаздарың, нелерің өпшін. Ал давайте.